Сәлем достар, кез келген киноны немесе мультфильмді көрер алдында біз оны шығарған киностудияның заставкаларын көреміз. Тіпті оларға үйреніп те кеттік. Бірақ олардың қалай пайда болғаны жайлы өте аз немесе мүлде білмейміз. Олай дейтін себебім, әрқайсысының өзіндік қызықты тарихы бар. Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін белгілі киностудиялардың заставкалары жайлы айтатын боламыз. DreamWorks 1994 жылы үш белгілі тұлға кеңесіп, қазіргі таңда DreamWorks деген атпен танымал кинокомпанияны ашуға сол кезде шешім қабылдайды. Нақтырақ айтатын болсақ, ол адамдар режиссер Стивен Спилберг, Диснейдің директоры Джеффри Катберг және музыкалық продюсер Дэвид Геффен. Барлығымызда кинокомпанияның логотипін айда отырған баламен байланыстыруға дағдыланып қалғанбыз. Бірақ басында біршама басқаша нұсқалар кездескен болатын. Алдымен логотипте айда балық аулайтын адам бейнеленетіні жайында нақты айтылып, болжам жасалынды. Және Стивенмен бірге жұмыс істеген арнайы эффекттер шебері Деннис Миррен логотипті қолмен сызуды ұсынды. Олар мұны суретші Роберт Ханттың қызметін қолданып жасады. Логотип аяқталғаннан соң Роберт балама нұсқаларын сызды. Логотипте жарты айдың үстінде қармақ ұстаған бала бейнеленді. Технология дами келе, олар заставканың анимациялық түрін ойлап тапты. Metro-Goldwyn-Mayer киностудия жарты әлемге танымал десем де болады. Бірақ ол заманда кино мылқау болған еді. Яғни кинода да, заставкада да дауыс болған жоқ. Тек әр шығарған киноның алдына осы заставканы қойып безендіретін. Уақыт өте келе авторлар заставканы ауыстыру керек деген шешім қабылдайды. Және сол уақыттарда Джеки атты арыстанды жалдап, заставканы тағы да бір рет түсіреді. Ол замандарда да кино мылқау болғанымен, заставканың дауысы айқын естіліп тұратын. Себебі арыстанның дауысы бөлек құрылғыға жазылған еді. Ал 1957 жылы киностудия өзінің қазіргі күнге дейін келе жатқан заставкасын түсірді. Walt Disney. Кез келген керемет заттар бірден пайда болмайды. Дәл сол секілді Walt Disney де 1985 жылдан бастап қысқаша заставкалармен ғана жүреді. Ал сізбен біз көріп жүрген қазіргі заставка ең бірінші рет 2006 жылы «Пираты Карибского моря» киносында жарияланды. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Видеоны лайк басып, арнамызға жазылып, осы видеоны достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сіздермен бірге болған дұрыс қадам арнасы. Келесі видеода кездескенше.